Судьялар жаңа білім беру бағдарламалары бойынша оқытылады. Бұл олардың кәсіби даярлығын арттыруға, халықаралық сот тәжірибесін меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл жөнінде елордада өткен түркі мемлекеттерінің судьяларды даярлау жүйесі аясындағы халықаралық форумда талқыланды. Жиынға Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия және Өзбекстан делегациялары, еліміздің мемлекеттік органдары, сот жүйесінің өкілдері, депутаттар, халықаралық сарапшылар қатысты. Форумда жоғары сот кеңесінің төрағасы Дмитрий Малахов түркі мемлекеттер арасындағы тұрақты тәжірибе алмасу, білім стандарттарын үйлестіру, сот жүйесіне деген сенімді нығайта түсетінін атап өтті. Шара жоғары сот кеңесінің 10 жылдығына орай ұйымдастырылған. Форумның негізгі тақырыбы адам құқықтары жөнінде. Яғни адам құқықтары бізде бұл дәстүрлі түрде 10 желтоқсан күніне байланысты өткізіледі. Және біз оны жаңағыдай әртүрлі ғылыми тұрғыда, теориялық, практикалық тұрғыда талқылап, сұрақтарды қарастырып, осында егжей-тегжей бұл айтқанда пікірлермен бөлісеміз. Оның ішіндегі ең маңызды мәселенің бірі ол сот жүйесіндегі судьялардың мәртебесі, құқықтары және де олардың жауапкершіліктері, ең негізгісі біліктілігі, әділдігіне қатысты. Осы бағытта жоғары сот кеңесі көп өзгерістер енгізіп, қазіргі мынау соттарды іріктеу саласындағы үлкен талаптарды күшейтіп жатыр.